Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен халваның дайындалу әдісімен бөліскім келеді. Ең алдымен бізге осындай ашылынып тазаланған пісте қажет болады. Табаға салып, орта отқа қойып, жақсылап араластырып, қызартып, қуырып аламыз. Міне дәл осылай қызарғаннан соң оттан аламыз. Толығымен суытып, блендерге саламыз. Міндетті түрде суыту қажет. Блендердің көмегімен ұнтақтаймыз. Паста секілді езіп алсаңыз болады, немесе дәл осындай мен секілді құм секілді етіп жасап алсаңыз болады. Ал енді өзімізге керекті ыдысты алып, пергамент қағазын төсеп, дайындап қоямыз. Одан соң ыдысқа бір жұмыртқаны ақуызынан сарыуызын бөлеміз. Ақуызына шым-шым тұзды салып, көпіргенше араластырамыз. Көпіргеннен соң үстінен қант ұнтағын саламыз, немесе жай ғана шекерді салсақ болады. Жарты шай қасық. Ал енді тағы да жақсылап формасын ұстап тұрғанша осылай қозғаймыз. Сонымен біздің массамыз дайын болды. Ал енді басқа табаға қантты салып, үстінен суды құямыз. Кішкене араластырамыз. Суымыздың астын орта отқа қоямыз. Толығымен ерігенше күтеміз. Қайнағаннан соң шамамен 3-3,5 минуттай осылай қозғаймыз. Ал енді дайын болғанын тексереміз. Салқын суға үстіне осылай араластырып, бір шай қасықтай алып, үстінен құямыз. Сол кезде біздің массамыз осылай созылып тұруы керек, немесе кішкене қатыңқырап, осылай дәл видеодағыдай болып шығуы қажет. Осымен біздің массамыз дайын болды. Ал енді осы дайын болған массаны бірінші массаға қосамыз. Ең алдымен осылай бір араластырып алып, шетінен ыстық күйінше қоса отыра миксердің көмегімен жақсылап көпіртіп ағартып алатын боламыз. Сонымен біздің массамыз дайын болды. Ал енді үстінен біздің ұнтақталған пістемізді саламыз. Осы кезде тез-тез араластырып алу керек болады. Міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Толығымен араласып болғаннан соң өзіміздің дайындап қойған формамызға салып қоятын боламыз. Дайын болған массамызды тоңазытқышқа кемінде жарты сағаттай уақытқа саламыз. Немесе бір түнге қалдырсаңыз болады. Арасын осылай нығыздаймыз. Барлығын үстінен жақсылап қатты-қатты басып шығу керек болады. Сонымен біздің халвамыз дайын. Мен тоңазытқышқа бұл жерде жарты сағатқа ғана салып алған болатынмын. Сонымен өте дәмді халва дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Шаймен ішкенге өте жақсы. Егер де сіздерге видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Күн сайын сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп тұрамын. Ас болсын!